Endi bugungi дөңгелек үстелімізге Ерекин айтып өтті. 5 редакторды біз шақырғанбыз. Енді білмеймін, бұл 5 редактордың бірнеше күн болды шақырғанымызға. Ерекин өзі телефонмен хабарласып, әрқайсымен сөйлескен екен. Енді Сауытбек Абдрахмановтан басқасы төртеуімен. Қандай себептерін белгісіз енді келмей отыр. Ал біздің мақсатымыз бүгінгі біздің шақырған өткізіп отырған мақсатымыз осы кісілердің президенттің алдына барып қойған талаптарын, сол президенттің осы газет басшыларына берген нұсқауларын қоғамдық төменнен халық болып, қоғам болып қолдау. Сол бір ғана ниет болатын бүгінгі біздің осы жиналып отырғанымыз сол. Енді өздеріңізге рахмет, біздің шақырған осы шақыруымызға атсалысып келіп, осы біздің дөңгелек үстелге қатысып отырғандарыңызға. Енді бұл бұқаралық ақпарат құралдары 4-ші билікте жатады. Ол әрине дұрыс. Ал шын мәнінде бұқаралық ақпарат құралдары бұл халық пен биліктің арасындағы көпір, соны байланыстырып тұрған, соның алтын көпірі. Сол алтын көпірге біз енді кішкене болса да өзіміздің қоғамдық ұйымдар, осы жерде көптеген қоғамдық ұйымдар жиналып отыр. Басшылары сол қоғамдық ұйымдар бізде өз үлесімізді қоссақ деген ниет болатын. Ал енді елбасымыз осы кездесуінде мынандай бір керемет сөз айтты. Енді біздің жиналып отырған мақсатымыз осы тіл төңірегінде, осы тілді қайтып сақтаймыз. Болашақта осы тіліміз сақталып қала ма деген алаңдаушылықтан туындап отыр ғой. Сондықтан президенттің мынандай бір сөздерге оқып өтсем деймін. Қазақ тілі ғажап тіл, оның болашағы да ғажап. Тек оны насихаттай білуіміз керек, оқыта білуіміз керек. Ғажап тілді азат тіл сияқты етіп көрсететін оқулықтардан құтылуымыз керек. Қазақ тілін оқытуды біз 1-ші сыныптан бастаймыз. Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде қазақ тілі бөлекше орын алуға тиіс деп отыр. Міне қазір бүкіл әлемдегі мамандар адамның қабілетін 5 жасқа дейінгі кезең айқындайтынын айтып отыр дейді. Осы орайда арамызда үлкен осы ұрпақ тәрбиесіне көп көңіл бөліп осыны зерттеп жүрген Сәуітхан ағамыздың ұрпақ ана құрсағындағы тәрбие деген ілімі бар. Сол ілімнің енді орайластырып біз осының бәрін ғылыми негізде жасап отырмыз. Алғажар қолдау қорының жанында қазір 30-дан аса мәдени ағарту орталықтары бар. Сол мәдени ағарту орталықтарының басында осы Сәуітхан аға сияқты үлкен азаматтарымыз отырып, Рамазан Жашиеваға, Бейбіт Қойшыбаев ағамызға бәріміз осы Алғажар қолдау қорына келіп, тығыз араласып, осы бағытта жұмыс істеп жатқан азаматтар. Енді бүгінгі біздің жиналғандағы мақсатымыз мына неден көріп отырсыздар, экраннан онлайн байланыс дейді. Қазіргі осы біздің өткізіп отырған дөңгелек үстеліміз тікелей интернетте шығып отыр. Осы қазір Қазақ Кезет сайтына кіріп көріп отырғандар да болуы мүмкін қазір. Сондықтан біз алдын ала осы хабарлама беріп, сұрақтары болса сұрақ берсін деп осыны тікелей онлайн, тікелей режимінде өткізбекші ойымыз бар. Соны өткізіп те жасап отырмыз. Ал енді бүгінгі осы дөңгелек үстеліміз, осы дөңгелек үстел өткеннен кейін бірден барып мына интернеттегі архивтерге жазылып, соны кез келген уақытта өздеріңізге барып, осыны көрулеріңізге де болады.
Енді тағы бір жаңалығымыз, ол мына біздің тілді қайтып тілдік ортаны қалыптастырамыз. Осы біздің күнделікті өмірімізде. Сондықтан кішкене мынандай төс белгілер жасадық. Ол төс белгілердің мәтіні міне мынандай. Баламызды, немеремізді ұлттық балабақша мектепте тәрбиелейік. Сонан кейін ана тілімізде сөйлесейік. Сонан кейін мына жерде жоғары жағында бұның мақсаты жазылған. Біртұтас тіліміз, дініміз, жеріміз, еліміз мәңгі жасасын десек, мемлекеттік тілді құрметтейік. Астында мына мәтіндер кетеді. Ана тілінде сөйлесейік, менімен қазақша сөйлес деп мынау бүгінгі біздің іс әрекетіміз. Ал осыдан туындайтын нәтиже міне астында жазылған. Баршамыздың ойымызға, сөзімізге, ісімізге Алла разы болсын деген осындай бір ізгі ниетпен біз осының бәрін жасап нетіп отырмыз. Сіздердің алдарыңызда осыны жариялап көрсетіп отырмыз. Енді бұл бағытта бізді Алматы қаласының ішкі саясат департаменті қолдап отыр. Міне ішкі саясат департаментінен өкілге отыр Айдар деген бауырымыз. Қазір Болат Тілепов деген азамат, ол Балаеваның орнында ішкі саясат департаменті директорының міндетін атқарушы болып отыр. Айдар, сен орынбасарсың ғой қазір? Бөлім бастығы. Сондықтан осы әкімшілік тарапынан да қолдау болып отыр. Тағы айта кететін жай, біз бұны көлік департаментімен де келістік. Енді осының бәрін көлікке таратып, көлікке іліп қоюымызға да болады. Енді келістік, осы бағытта бұдан ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Мысалы, мына ана тілімізде сөйлейік дегенді трамвайға, автобустың маңдайшасына іліп қойса, кірген адам енді қандай да болса әсер алады. Осы ішінде кіргеннен кейін мен өз ана тілінде сөйлесем деген бір құлшыныс болады деген оймен жасап отырмыз. Енді мына бүгінгі дөңгелек үстелге шешімді ізділік. Біз енді мына шешімді алдарыңызға таратып бердік. Шешімнің жобасы. Осы шешімнің жобасына сіздер енді қазір сөз алған кезде, сөйлеген кезде осы шешімді кішкене болса да тақырыппен байланыстырып, осыны талқылай кетуді деп ұсынып отырмыз. Сонда біз уақытымызды кішкене болса да ұтымды пайдаланамыз. Рахмет, мен осыны